қызметкерлері қандай джиппен жүреді? Bir айлыққа осындай джип алуға мүмкіндіктері бар ма? Мына нөмірі анық көрініп тұр. Міне аңдып жүр. Bir үйге қаншама көлік, міне жерде осылай аңдыған кезде мемлекет аямай бензинге де ақшасын береді ғой. Бірақ басқа күндері қайтып ондай джипке жеткізеді. Басқа күндері қалай? Қазір бензиннің бағасы анау Күлбаев деген таратыңыздар, қараңыздар, қазақ еліндегі болдар. Бізді дыбысымызды шығармай қырып салғандар аздай, міне ескертусіз оқ атқызып. Иттен де төмен Мына жіп айналып қайттан келіп жатыр. Итті атса, Бердібек Сапарбаев көңіл айтады. Атқандарды жазаға тартайық дейді. Ал біздің қаншама жап-жас 12-де бір гүлі ашылмаған бұл жерге ұрып соғып, мәжбүрлеп қол қойғызумен жүргізілмейді. Егер сіздер демократияға ұмтылған ел болсаңыздар, мына Тоқаев бәрін жөндейді деген сенетіндерге құлақ қағыз. Ешбір дамыған елде адамды қорламайды. Демократияның өзі адамның құқығын қорғау. Ең басты байлық адам және адамның өмірі, оның құқығы, денсаулығы, бостандығы. Ал қараңыздар, өз ойымызды айтатын болсақ, бізді ескертусіз оқпен ата салады. Ол үшін ешкімнің басы да кетпейді, ешкім жазаға тартылмайды. Керек десеңіздер, 20 мың терроршы келді дейді. 20 мың терроршы кетсе, қазір Украинадан арылатады ғой біздің жағдайымыз. Есіктен кіріп, қайт есіктен шыққанын білмейді 20 мың террористің. Келген. Міне қаншама күш. Солардың бәріне митинг рұқсат етілген. Олар емін-еркін Қазақстанның кез келген жеріне ұшып барып, кез келген жерде митинг өткізе алады. Ал біз өз үйімізден шыға алмаймыз. Өз үйіміздің есігіміздің алдынан шыға алмаймыз. Халыққа ескертусіз оқ атуға бұйрық берген Тоқаев бәрін жақсартады деп жүрген мына полиция қызметкерлері. Біздің осындай дискриминация жасап тұр. Біреулерге соғысқа жол жоқ деп айтуға рұқсат. Біз бейбіт халық, Қазақстанның халқы, оның ішінде азаматтық белсенділер. Біз арғай тартама тартпай ма? Немен? Сатымен шық. Мен қолым жора кетті. Түсіп жатыр ма? Түсіп жатыр, аха. Тізеңдірмаған тұрысы, тізеңдірмаған тұры. Әлі тұр, Әлі тұр. Біз 102-ні шақырдық. Жаңа есіктен кірмекші болғандығын айттық. Ешқандай құжаттарын көрсетпей, аты жөнтерін айтпай, формадағылар. Есет бізді? Өздеріңіз көріп отырсыздар. 10-нан астам полиция қызметкерлері тұр. Бір автозак. Бар жоғы соғысқа қарсы екенімізді айтқымыз келмек. Ғыпта үлгермедік. Ғана айтатын белсенділерге есіктің алдына шығуға не деген дискриминация. Халыққа ескертусіз оқ атуға бұйрық берген Тоқаев бәрін Қазақстанда реттейді деп жүргендер. Міне қараңыздар. Қазақстан азаматымыз бәрімізде. Қаншер Путлер өз халқын зомби қылғанымен балалар үйіне дейін қиратты. Егерде көптеп бөлсіңіздер, заңсыздықты көрсін, бүкіл халықаралық ұйымдар көрсін. Халықаралық адам құқығы жөніндегі ұйымдар көрсін. Біздің Қазақстан
халықаралық адам құқығын қорғау фактісін ратификациялаған Нұртай Шегебекұлын бейбіт халық есігінің алдына шыға алмайды. Алаңға жетіп, Украина халқы жасасын, Украина елі жасасын, соғысқа қарсымыз, слава Украине деп айтып, жүргізуші Нұртай Шегебекұлын ұстап алды, ұстап әкетіп бара жатыр. Көптеп мемлекеттік департаменттің Канада елінің Ұлыбритания елдерінің үкіметін Қазақстан елінде болып жатқан Украина елінің соғысымен параллель болып жатқан мына заңсыздыққа баса назар санкция салуларын қалаймыз. Қазақ халқы олар үшін тоқтап қалып жатыр. Санкцияларға түседі. Интернеттің нашарлығына. Біз басымыздан кешіргіміз келмейді. Сондықтан біз өз үндеуімізді айтқымыз келеді. Біз қолдаймыз. Халқына жеңіс тілейміз. Путлер хан ішерге өлім тілейміз. Сонымен бірге Тоқаев, қолдап отырған Тоқаев та кетсін. Я міне мына біреу жүр, сендердің нелердің алдарыңа дейді, құқалардың алдына укол тастап кеткен дейді. Укол тастап кеткен дейді. Сен кімсің сен? Я пылесос мастермін. Мына жерде укол тастап кеткен деп қояды. Өздері не тастап кетерін білмей жүр мына жерге. Мұнда бомба тастап кетеулері де мүмкін бұлардың. Тімтер бар ғой? Қазір бейбіт халықтан қауіп жоқ. Қазір біз Көрдіңіздер ме? қауіпті күтеміз. Екі жеңіл машина көлікпен бүтіндей автозак. Бірде-бір қылмыскер қалмағандай мен аңдып жүргендерді. Сонда зорлау, ұрлау, тонау дегеннің бәрі жойылып. Мына көшені қараңыздар, мына көшенің сыйқын қараңыздар. Егер бұл үкімет жұмыс істесе, мына біз жеткізбедіңдер, одан не ұтасыздар? Одан ештеңе де ұтпайды. Өздерінің қандай екі жүзді екендерін. Тоқаев Зеленскийге көмек берем деп